Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Наурыз құтты болсын. Сіздермен бірге Сүлеймен Ислам арнада NIS News бағдарламасы. Бұл мерекеге Назарбаев зияткерлік мектебі тыңғылық дайындалған екен. Олай болса, көрелік. Бақыт қонатын күн, дабыл қағатын күн, бүгін ақ тілектер қабыл болатын күн. Бізбен біргін сала, күнде тұртам сана, шаттық сыйлайтын күн. Жалпы Наурыз мерекесін тойлау біздің мектепте жыл сайын дәстүрге айналған. Жылда осылай қазақ үйлерін тігіп, 15-20 қазақ үйін тігіп, қазақтың ұлттық мәдениетін, қазақтың ұлттық салт дәстүрін дәріптейтін мереке. Сондықтан осындай мерекеге барынша ата-аналарда, оқушыларда, мектеп ұжымы барлығы ат салысуда. Жалпы биылғы жылдың ерекшелігі бол Қыдыр атаның түйемен келіп халыққа бата беруі, ұлттық ойындардың паш етілуі, асық ату, қыз қуу, арқан тарту. Наурыз құтты болсын. Бұл қазақтың жаңа жылы ғой. Мен осы мейраммен барлықтеріңді құттықтаймын. I like the fact that we gather people together, and in Nauruz people are especially happy and generous and colorful, festive mood. Наурыз достықтың, татулықтың, бейбітшіліктің мерекесі. Ал 2016 жылғы Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі өткен наурызымыз дәл осылай аяқталуда. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, не тілесеңіз сол болсын, қайда барсаңыз да жол болсын. Наурыз құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық ағайын.